Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгін біз ұбт-да келген геометрия прогрессияға байланысты есепті шығаратын боламыз. Есеп бізде былай. Есепті шығармастан бұрын каналға тіркел және де колокольчикті басып қой. Біздің каналда шығып тұрған есептерді басқа оқушылардан бұрын көретін боласың. Есеп бізде геометрия прогрессияда Q 3-ке тең және де B5 4-тен 81-ге тең екені берілген. S5-тің мәнін табыңыз деген. Бұл не деген сөз? Яғни біздер геометрия прогрессия қандайда бір санға еселеніп немесе есе кеміп отырады, иә? Ал арифметик прогрессия болатын болса, ол я бір санға қосылады, я бір саннан кемейді деген, бірдей санға кемейді деген сөз, иә? Бұл жерде осы 5 мүше жазылады, 5 мүшенің қосындысын тап деп жатыр ғой бізге. Сол кезде қазір мына SN-нің формуласын жазайық. Жалпы қосындысының формуласы геометрия прогрессияның n-ші мүшелердің қосындысы бізде былай жазады. Бөлшектің алымында Q азайтылған 1, бөлімінде алымында B1 көбейтілген Q-дің n дәрежесі азайтылған 1 деген осы формулаға сала көреміз. Енді бізде қарасақ, бізде B1 жоқ екен. Өкінішке орай Q бар, n бар, n 5-ке тең екенін тауып тұрық. Ал мына жерден B1 табу үшін не істеймін? Жалпы бізде формуласы қалай B1-дің? B1-ді табу үшін мен B5-ті Q-ге бөлу керекпін. Q-дің 4 дәрежесіне бөлу керекпін. Сонда мына B5-тегі 5 деген индекстен Q-дің 4 дәрежесін азайтса, міне B1-дің міне 1 деген индекс шығады деген сөз ғой. Соны орнына қоя саласыздар болды. B5 бізде нешеге тең? 4-тен 81-ге тең бөлінген 3-тің 4 дәрежесі. 3-тің 4 дәрежесі бізде 81-ге тең. Енді мына бөлшекті, ортада тұрған бөлшекті бөлу түрінде жазамын. 81-ден 4-тен 81 бөлінген 81, 3-тің 4 дәрежесі 81. Енді бізде не істейді? Ереже бойынша бөлу көбейтуге ауысады. 81 ол 81-ден 1 деп орын ауысады. Сонда 81 мен 81 қысқарады да, B1-дің 4-тен 1 екені табылады. Енді орнына қояқ. S5 тең болады. B1 неге тең жаңа таптық? 4-тен 1-ге тең. Qn бізде Q 3-ке тең, соның 5 дәрежесі себебі n-нің орнында 5 тұр міне. Азайтылған 1 астында бізде Q бізде 3-ке тең, содан азайту керекпіз 1-ді тең болады. Енді алымын шығарып алайық біз. 3 жақшаның ішінде орындасақ, 3-дің 5 дәрежесі 243-ке тең. 243-тен 1-ді азайтсаң 242, яғни 4-тен 1 көбейтілген 242 мына үстіне кетіп қалады оны. 1-ге көбейтіліп кетеді деген сөз ғой. Мына жақшаның ішінде шыққан сан 1-ге көбейтіліп кетеді. Сол кезде астынан 2 шығады, иә? Мысалы, ұзын қылып салып қойып, нешін етпейді. Мына жерден енді дәл манағыдай мен мына 242 бөлінген 4-ті өйстіп жазамын да, мына жерге мына бөлшекті, ұзын бөлшекті оны бөлу ретінде жазамын да, 2-ге бөлу керекпін деп жатырмын. Сол кезде не істейді? Бұл жерде біздер 242-де бөлінген 4 көбейтілген 2-ден 1 деп орын ауысады. Сол кезде мына қарап отырсаңыздар 242 мен 2 қысқарады, бізде 100-де 21 шығады. 121 4-тен қысқармайды, сонда жауап 4-тен 100-де 21. Ответтерден іздесек, ол міне А ответін белгілі қойған, бұл дұрыс емес бізде. Б емес, С емес, Д емес, яғни міне Е нұсқасында екен. Сонда жауап Е. Болды, осылай шығаратын боламыз.